Сонымен биылғы сайлау науқаны 9 маусымға белгіленді. Бұл шешім жайлы сарапшылардың пікірін тыңдасақ, дәл қазір бізбен Әлемдік экономика саясаты институтының әлеуметтік саяси зерттеулер бөлімінің меңгерушісі Алуа Жолдыбалина тікелей эфирге қосылды. Қайырлы күн, сөз кезегі өзіңізде. Бүгінгі мемлекет басшысының кезектен тыс сайлау өткізу туралы шешімі бірнеше себептермен анықталған. Біріншіден, ол бүгінде Қазақстандағы трансұлттық корпорациялардың, ірі бизнес өкілдерінің, яғни инвесторлардың мүдделері бар, яғни бұл жақта қаржы бар, үлкен қаржы бар. Соған байланысты көптеген инвесторларда, яғни Қазақстан тарапынан міндеттемелерді орындау, келісімшарттың процедураларын, ережелерін орындау. Соған байланысты әрине тұрақтылық, бір анықтық қажет болды. Сол себептен бүгіндегі әсіресе инвесторлардың тарапынан туындаған қызығушылық, яғни бір басымдық, нақтылық қажет болды. Екіншіден, тағы бір ескеретін мәселе, 20-шы жылы Қазақстанда халық санағы өтеді. Яғни бұл да үлкен науқан, яғни бұл ел бойынша барлық аймақтарда жыл көлемінде жүретін үлкен науқандық болғандықтан бұл тұспа-тұс келіп отыр. Яғни қаншалықты дегенмен жүктемені азайтудың мақсатында, мөлшерді азайтуда сайлауды 19 жылы өткізу ұсынылып отыр. Сонымен қатар тағы да бір ескеретін мәселе, бұл жерде президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкілеттігі 20 жылдың сәуір айына дейін белгіленді. Бірақ дегенмен бұл аралық, яғни билік транзитінің аралық уақыты, яғни билік конституциялық процедураға сәйкес келеді, заңға сәйкес келеді, бірақ легитимді емес. Яғни легитимді дегеніміз, яғни ол халықтың тарапынан мойындалу керек, халықтың тарапынан сайлану керек. Сол себептен бізде Қазақстанда кезектен тыс президенттік сайлау өткізу шешімі қабылданып отыр. Сайлау науқан ерте өткізу елдің әлеуметтік экономикалық дамуына қалай ықпал етеді? Жалпы мемлекет басшысы, сайланған президент әрине аймақтарды, өңірлерді дамыту жөнінде көптеген ұзақ мерзімді бағдарламаларды қабылдап, әлеуметтік экономикалық индикаторларға байланысты жоспарларды құрған кезде, яғни сабақтастық керек. Әрине бір жылдың ішінде өзгерісті бастап, одан кейін жалғастыру ол соншалықты оңай нәрсе емес. Сол себептен биылғы анықталған президенттің әрі қарай елдің дамуындағы әлеуметтік экономикалық жоспары, әрі қарай дамуы бағдарламасы нақтыланып және ұзақ мерзімді сипатқа ие болады. Пікіріңізге рахмет. Бізбен бірге тікелей байланыста болған Әлемдік экономикалық және саясат институтының зерттеулер бөлімінің меңгерушісі Алуа Жолдыбалина.